сіздермен мен Маманбет атындағы орта мектебінің информатика пән мұғалімі Ыстаубаева Гүлзахира Қажымқанқызы. Еңбек өтілім 12 жыл 9 ай, санатым модераторы. Бүгінгі менің өтетін сабағым 8-ші сыныпқа брейк циклін басқару. Сабақты бастамас бұрын оқушыларды ұйымдастыру кезінде сабаққа көңіл күйлерін бақылаймын және де топқа бөліп алатын боламын. 2 топқа бөлемін. Брейк континент Boardwall платформасы арқылы оқушыларды топқа бөлемін. Осы арқылы мен оқушыларды бөліп алатын боламын. Келесі менде өткен сабақты қайталау, оқушыларды үй тапсырмасы бойынша пысықтаймын. Бұл да платформа арқылы сұрақтар. Контент операторы цикл ішінде ағымдағы итерация үшін код бөлігін орындамай келесі қадамға көшеді. Бұның дұрыс-бұрыстығын анықтайды. Мен бұл сілтемені оқушылардың ұялы телефонын алдын ала жіберіп қоятын боламын. Және де екінші сұрақ программа орындалғаннан кейін нәтижесін көрсет. Бұл жерде код берген, сол код арқылы бізге жұмыс жасап, балалар нәтижесін табатын болады. Программа орындалғаннан кейін нәтижесін көрсет. Бұл жерде де Python программасында жұмыс жасайды, кодты теріп. Енді келесі үй тапсырмасын пысықтап болған соң, мен жаңа сабақты мақсатымен таныстырамын. Жаңа сабақтың тақырыбы брейк циклін басқару, оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары, цикл басқару нұсқаулығын қолдану. Сабақтың мақсаты брейк пен контент нұсқаулықтарының қызметіндегі негізгі ұқсастық пен айырмашылықтарын көрсетеді. Программа кодтарын